Бүгін 24 ноябрда Кыргыз Республикасының министрлер кабинетінің төрағасының орынбасары УКМК төрағасы Камчыбек Ташиев ушул жылдын март айында 3 эмди болгон Жалал-Абад шаарынын тургуну Айбек Ахметов жана Фатима Исматовалардын үй бүлөсүнө өлкө башчысы Садыр Жапаровдун атынан 500 000 сом акчалай белек жана мамлекеттик ипотекалык компаниянын Жалал-Абад шаарында курулуп жаткан батирлерден 3 бөлмөлүү батирди кезексиз берүү сертификатын тапшырды. Жақсы отыр, құттықтаймыз сіздерді. Мына 3-4 балаңар бар екен, уже 7 болыпсыңар, жоғайыпсыңар, көбейіпсіңар, десолты болғыла, мынада көбейе бергіле. Мына президент атынан сізге 500 000 сом, бұл сізге, бұл балаға бермеңіз. Сізге болса, мына биіктен өчірсіз 3 комнаталы квартира. Жалауатта. İşinizde olsun, desalt olsun, жақсы жүріңіздер. Рахмат, işinizге келіп болсын. Жақсы жүріңіз, балдар жақшап чомойды берген, ә? Қызым? Қанша жыл, қанша қыз болды? 3 жыл, 4 қыз болды. Мына қызым, кәл, мына. Мына, қыздар, мына қызым. Мына, бұл сыға машина, мына қызым. Саға машина, мына. Атын кеме? Мұхаммед? Малады, қолды көрші? Жақшылап, маладыз. Жақсы жүргені, десі олық бар, жақсы жүргені. Шеңел келікті болсын, балдай жақшылап баға бергілі, Құдай бұйырса, бары жақсы болады. 2 ұл, 1 қыз 8 мартта төрелді. Үй шартым, шу өзім 2 әкем бар, ошы әкелерім салып берген үйде жашайым, апаммен жашайым. Негіз аз 7 балам болды, 3 ұл, 4 қыз. Генерал Камчыбек Кыдыржаевичке чоң ыраазычылыгын билдирем. Үй бүлөбүз атынан президенти Садыр Жапаровго ушундай шарттарды кылып берди. Аябай кубанычтабыз. Бул үй бүлө өздөрүнүн жеке турак жайы жок болгондугуна байланыштуу ата-энесинин үйүндө көпчүлүк болуп жашап келгенин айтат. Үй сатып алууга мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан Камчыбек Ташиевке кайрылган жана кыска убакытта кайрылуусу кабыл алынган. Учурда Ахметовдордун жалпы 7 баласы бар. 3 эмдин 2-сү уул, 1 кыз. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.